Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. 40 жастан асқан әйелдерге В12 дәрумені ауадай қажет. Оның жетіспеушілігінің бірнеше ескерту белгілері. Бұл пайдалы ақпараттар арнасы, сіздермен Гүлназ. Егер де анама тіркелмесеңіз тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Бас айналу. Бас айналу шағымдарымен невропатологтарға жиі жүгінетін әйелдердің арасында В12 витаминінің деңгейі төменірек. Ал цианокобаламин нервтердің миелин қабығына әсер ететіндіктен, оның ағзадағы жетіспеушілігі нервтердің қайтымсыз зақымдалуына әкеліп соғады. Содан кейін жиі бас айналу ғана емес, сонымен қатар координацияның толық жоғалуы байқалады. Ағзадағы В12 витаминінің жетіспеушілігі. Тұрақты шаршау. Егер гемоглобин жеткіліксіз болса, оттегі де жеткіліксіз. Оттегі жеткіліксіз болса, сіз үнемі ұйықтай бергіңіз келеді. Терінің бозаруы. Көзін астына салатын патчтер де құтқармайды. Тітіркендіретін, көгеруден және бозарған теріден құтылу үшін В12 витаминінің мөлшері қалыпты екенін тексеруді ұсынамын. Оның жетіспеушілігі гемопоэзияның бұзылуына және қан жасушаларының бір бөлігінің бұзылуына алып келеді. Нәтижесінде өт пигменті билирубин шығарып, бұл теріге осындай күңгірт реңк береді. Шаншу және ұю сезімі. В12 тапшылықты анемияның ең жағымсыз неврологиялық симптомдарының бірі. Жеке қабықшаларының зақымдануы және оттегінің жетіспеушілігі аяқ қолдардың жансыздануымен, олардағы шаншумен, сондай-ақ конвульсиялардың пайда болуымен көрінеді. Жат ақаулары, яғни есте сақтау қабілеті. Денедегі В12 дәруменін табиғи толықтыру үшін сиыр бауырын, треска, палтус, лосось, аш-шаян, теңіз балдыры, авокадо, сүт өнімдері, ірімшік, йогурт, жұмыртқаны қолданыңыз. Бұл пайдалы өнімдер микроэлементтерге, минералдарға өте бай. Бірақ ең бастысы цианокобаламин. Менен пайдалы ақпарат сізден тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау белгісін басу ғана. Қазақша контенттің дамуына үлес қосыңыздар. Егер де менің видеом сіздерге ұнаса, анама тіркеліп қоюды тағы да ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.